Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Жаңа әңгіме. Ұялы телефонды ойлап тапқан адамға алғыс айту керек пе? Әлде қарғыс айту керек пе? Адам баласы мұның әлі ақ-қарасын танығанша да бізге біраз уақыт керек шығар. WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram дегендерсіз қазір қазақ өмір сүре алмайтын халге жетті. 80-ге келіп селкілдеп отырған шал кемпірдің өзі бірдеңе білмей қалса, көгілден теріп бер, біліп берсеңші, дейтін болды. Сәбилерді айтсаңшы, шыңғырып жатқан кезде қолына ұялы телефонды ұстата салсаң, дереу жұбана қояды. Ал күні-түні көзінің майын жеп, осы телефонға телміріп отырғандар қаншама. Венера жел арқылы өзі 30 жыл бұрын басқа облысқа күйеуге тиіп кеткен құрбыларын тауып алып, қазір телефонға жабысып қалған. 30 жыл бір-бірінен хабар алмаған үш құрбы бір апта болды. Телефонмен 30 жылғы өмірлерін айтып біте алмай жүр. Индира мәдениет қызметкері болғасын, кешкісін үйіне келгеннен қолы бос. Венера кәсіппен айналысады екен. Күні-түні шапқылап, қолы босамайды. Толқын үй шаруасындағы әйел. Жағдайын күйеуі жасап отырғандықтан, тек қонақ күтіп, қонаққа барудың қамымен жүреді. Құда жекжаты, сыйласатын танысы көп, той томылақтан қолы босамайды. Үшеуі сонау 90-шы жылдардың барлық қазақтың баласы сияқты арман қуып, Алматыға келіп, жұмысшылардың жатақханасының бір бөлмесін жалдап тұрған. 90-шы жылдары елдің бәрі базар жағалап кеткесін, Венера мен Индира сабақтан келгесін, құр жатқанша деп, біреуі мәнті, біреуі тауық сатуға шыққан. Толқын Алматының атақты АХБК сында жұмыс істейтін болған соң, оның базарға баруға қолы тимейді. Ол кезде қазіргі гриль пісіретін пеш жоқ. Тауыққа Қытайдың аджигасын шалқылдатып жағып алып, газдың астындағы пешке пісіріп алса, екіншісі бір келі фарш сатып алып, оған 3 келі пияз қосып, бір қасқан манты жасап алады да, екеуі кешкесін қол ұстасып, вокзалға барады. Сол кезде халықты вокзал мен базар асырады. Вокзалда жайма, базарда арақ шарап, темек сататын әйелдер бұл екеуіне ат қойып алған. Біреуін пияз манты десе, екіншісін қара курица дейді. Оларға бұларда оларың не демейді. Үйткені келген адамды тамақ сұраса, әй манты, немесе курица, келіңдер тамақ алам дейді, деп көбінесе сол сатушы апайлары шақырып сатуға көмектеседі. Конкурент өте көп. Кім кастрөлін көтеріп бірінші жетеді, клиентке сол сатады. Бұлар студент болғасын, ел сияқты күні-түні жүрмейді. Кешкісін барып, 5-6 сағат жарене көрене берем десе, екіншісі сочный мәнті берем деп айқайлап, түнгі 11-12-лерде қайтып кетеді. Түнгі 1-ге дейін 5 тауығы мен бір қасқа мантысын сатып қайтса, екеуінен бақытты адам жоқ. Венера сол кезде пысық болатын. 5 тауығын сатып алады да, бұның мантысына кіріседі. 5-6 сағат тоқтаусыз ары бері жүре берген соң, оңай ма? Бөлмелеріне сілесі қатып келеді де құлайды. Талай рет екеуін Толқын оятып, әй, екі саудагер, құдай үшін, манты курица береміңді, ең болмағанды түнде айтпаңдаршы, деп жалынатын. Индира түнімен мәнті берем деп айқайлап шықса, Венера жатып алып, жаренерек курица берем, курица, деп айқайлайды екен. Сол кездерде Индираға қасындағы екі қыз, өміріміздің соңына дейін мәнті жемей өтетін шығармыз. Сенің өтпей қалған пияздан жасалған мантыңды күнде жеп өлетін болдық. Одан қалса түнімен мәнті берем деп айқайлайсың. Сенің мантыңнан құтылмайтын болдық, деп күлдіретін. Бұрында үлкен кісілер қайран жастық шақ десе түсінбейді екен. Міне, сонау аш-жалаңаш рекеттердің дүркіреген, жемқорлық шегіне жеткен, жұмыссыздықтан ел тентіреп, базар вокзал жағалап кеткен заманға тап келгені жастық шағын, үшеуі телефонмен жырлап жүргендеріне бір апта болды. Қазір үшеуі сол кезде базар жағалап кеткеннің барлығы дерлік қазақтар. Неге бұлар орысша айқайлайды екен? Деп таң қалады. Алатын да сататын да қазақ. Бірақ
тілдері келсін келмесін орысша саудаласады. Бір ай емес, бірнеше жыл бірге тұрған қыздар ақыры телефонмен айтқан әңгіме бөлек. Бетпе-бет баяғыдай бірге жатып әңгімелесейік, шерімізді тарқатайық деп санаторийге бірге баруға келісіп, жолдама алды. Бұлар жатақхананың бөлмесінен кеткен кезде 21-22 жастағы үлбіреп тұрған қыздар еді. Санаторийге келген үшеуі 50-ден асқан, балалары үйірі баранда, немере жиендері бар. Өмірдің талай қырым-жырымнан өткен бәйбішелер болып кездесті. Бір-біріне қарайды да күледі. Таң қалатыны, үшеуі де не жастық шақтарында неден қашса, соған барыпты. Сарыағаш санаторийінің бір бөлмесіне орналасқан үш құрбы басында бір-біріне тосырқағандай бір-бірінің бетіне қарап отырып қалды. 30 жыл деген бір адамның өмірі. Басында үшеуі тура бір-бірін көрсе, жастық шақтарына қайта өтіп кететіндей алып ұшқан. Қараса, өмір салттары да өздері де мүлдем бөлек адам болып қалыптасыпты. Өмір кез келген адамды өзгертеді екен. Негізі күнделікті болмаса да, хабарласып тұрмасаң, туған бауырыңда өзі жат болып кететіні шындық. Көзден кетсе көңілден кетеді деген осау, деді үшеуі амандық саулықтан кейін, айтар әңгіме таппай. Ем-домдарын алғасын қанша жатады, үшеуі жайлап сыртқа шықты. Толқын жас кезінде сұлу болғасын жігіттер артынан қалмайтын. Сондықтан еркек адамның ілтипатына үйреніп қалғандықтан жан-жағына қарап, өздер сияқты 2-3-тен бөлініп алып, кешкі салқынмен серуендеп жүрген орта жастағы ер азаматтарды көріп, көз жанары жылтылдап. Қыздар, жігіттер көп екен, танысып кешкісін Ташкенттің мейрамханаларының бірінен тамақтанайық та, деді. Тоқтау, бұрыңы майысып тұрған қыз емеспіз, бізге ол шалдар қарай ма? Жас келіншектер толып жүргенде, деді Индира жан-жағына қарап. Венера күліп, Индираны жас кездерінде Гандидің құрметіне қойылған екенін естіп алғасын, Ганди дейтін әдетіне басып. Ганди, неге еркектер үшін жауап беріп жатырсың? Әркімнің талғамы бар. Мысалы, сені құшақтаған еркектің құшағы толады. Үйінде бір селедкадан қашып келген еркек бар шығар арасында, деді толып кеткендіктен ары-бері теңселіп келе жатқан Индираны құшақтап. Үшеуі селедка деген сөзді естігенде күлкіден құлап қала жаздады. Өздерінің тілмен айтқанда, сонау ақыр заман кезінде қастарындағы бөлмеде бір арысқой бәлеқор Динара деген кәрі қыз тұратын. Қит етсе комендантқа, одан қалса әкімшілікке арыз жазып, елдің бәрін зар жылататын. Елдің бәрі одан бәледен машайып қашыпты дегендей алысырақ жүруге тырысатын. Бір күні жатақханаға өзі қатарлы бір жігіт орналасады. Ең бастысы, қолында неке сақинасы жоқ. Содан Динара кешкісін дастархан жасап, ана жігітке күнде болмаса да күнара шай беріп жүреді. Бір ай өтеді, ана жігіт шайын ішіп тойып алады да, рахметін айтып кетіп қалады. 2 ай өтеді, әлі ұсыныс жоқ. Содан бәрін арыз жазып қорқытатын әдетіне басып, үйлен, немесе жұмысыңа барып арызданамын, дейді ғой. Сонда ана, шырағым, берген шайыңа рахмет, өзің шақырғасын келіп жүрмін. Әйтпесе адам қызғатындай қызсың ба? Сенде селедка үйде де бар, онымен ажырасып сен алам ба? Деп кетіп қалыпты. Оны елге айтып, өзі мені селедка деді деп комендантқа арыз жазып, ақыры ана жігітті жатақхананан бездіріп жіберді. Венчук, Алматыдасың ғой, сол Динара қайда екенін білесің бе? Кеткенде сол жерде қалып еді ғой, деді Индира күлкіден селкілдеп Венераға. Құрсын айтпаңдар, мына үшеуі тағы бірігіп алып, совет жастарына жараспайтын сауда жасап жүр деп арыз жазар. Осыдан 15 жыл бұрын көтерме базардан дүкенге заттар алып, алба-жұлбам шығып келе жатсам, тәтең орыстың кемпірлері сияқты қолында жарты бөлке наны мен бір кішкентай балығы бар алдынан шықты. Қанша жыл өтсе де танып қойды. Бұрылып кетер жол жоқ. Бетпе-бет келгесін амандассам, мен сенің өстіп базарная баба болатыныңды білгенмін, деп кетіп қалды ғой. Не күлерімді, не жыларымды білмедім. Содан кейін кездестірген жоқпын. Қазір базарға бармайтын болдық қой.
Бұрынғыдай тендіріп затты өзің жинамайсың. Бәрін фирмалар өздері әкеліп толтырып қояды, деді күліп. Әй, талай қанымызды ішіп еді. Үлкендерді партиямен, бізді ректормен қорқытушы еді. Қазір не істеп жүр екен? Сондай адамдар негізі көп екен. Бір ауылда бір арыз қой міндетті түрде болады екен, деді Индира ойына бірдеңе түскендей қабағын шытып. Үшеуі кешкі астарын ішіп алғасын бөлмелеріне келіп, телефон арқылы отбасыларының амандықтарын біліп, керіліп созылып төсектеріне жата кетті. Венера ары-бері аунап, ыңғайланып жатып алды да: «Қыздар, сендерді қайдам? Осы 30 жылда менің басымнан не өтпеді десеңдерші. Жарене қуырудан басталған сауда әлі сол жанталас. Байып елдің алдына шығып кетпесем де, әйтеуір қалада тұрақтап қалдым. Телефонмен де айттым ғой, үш ұлым бар деп. Бірақ күйеу дегеннің бабын таппадым ба, әлде мемнің бабым табылмады ма, әйтеуір тұрақтамады. Сендер бір күйеумен ағарғандарыңды естіп, телефонмен айта алмадым. 3 баламды 3 байдан тудым. Түсінгенімше, бірінші байдан бағың ашылмаса, екінші, үшіншіге тиюдің қажеті жоқ екен. Бірақ пенде болғасын, бақыттан дәмеленіп, бір мықты еркектің иығына басыңды қойып, барлық проблемаңды соның мойнына артып, өзің кинодан көретін ақ халатты киіп алып, қолыңа кофе ұстап, жаным деп майысып үйде отырғың келеді екен. Бірақ қайдан? Мен деген еркектер керісінше, бастарын менің иығыма қойып, проблемаға тығып кетеді ғой. Бірінші күйеумен 3 жыл тұрдым. Тұңғышымды босанғасын, сауда істеймін, әрі-бері жүруге машина керек деп, пәтер алмай машина алдық. 1 ай толар-толмас күйеуім машинамен бірге жоғалып кетті. Іздемеген жерім жоқ. Не өзі, не сүйегі табылмады. Кейде ойлаймын, бекер машина алып бердім бе деп. Машинадан түспей қойып еді марқұм. 7 жылдан соң сот өлді деген шешім шығарып берді. Сөйтіп жесір қалдым. Екінші күйеуді вокзалдан таптым. Жабайы сауда жасап болмайды дегесін, вокзалдан дөңгершек ашып алғанмын. Қасымдағы дөңгершектің иесі үйленбеген, менмен жасты жігіт еді. Қырындап, қызыңа әке өзіңе сүйеу боламын дегесін, пысық тірлігі бар жігіт қой деп ойлап үйленіп алдым. Ақыр соңында 10 жыл дегенде әрең жеткен пәтерімді бөлісіп, қызымды жетектеп, содан туған ұлымды көтеріп, қайта пәтер жағалап кеттім. Біріншісі машина алып жоқ болса, екіншісі маңдай теріммен тапқан пәтерімнің жартысын алып кетті. Қыздар, үшінші туралы айтсам мені ақымақ дейсіңдер, деді екеуіне қарап. Венук, сені ешқайсымыз ақымақ деп айта алмаймыз. Тағдырдың тәлкегі шығар. Негізі Құдай адамға не көтере алады, соны ғана береді екен. Сен мықты болғасын сондай еркектер жолыққанда. Қайсы бірін айтайын. Үшіншісі игрок болып шықты. Ойынхананың ордажық жігіттері келіп, күйеуің бізге бәленше ақша қарыз деп дөкенімді тартып алды. Одан естелікке бір ұл туып алдым. Сөйтіп 3 баланы сөйлелеп жүріп өсірдім. Сөйтіп жүріп жатқан жайым бар. Еркекке жоламайтындай аузым күйді. Қызды ұзаттым, ұлдарды әні-міні үйленеміз деп отыр. Сендерсіз өткен 30 жыл осылай арпалыспен өтіп кетіпті. Сенсеңдер де, сенбесеңдер де, санаторий дегенге бірінші рет демалып жатырмын, деді де үнсіз қалды. Үшеуі де келісіп алғандай бірдей күрсінді. Венчук, өз кәсібі бар, сен бірінші рет келдім деп отырсаң, маған тіпті шағымдану ұят шығар. Мен де сендерді сағынғандықтан құрбы қыздардан қарыз алып келдім. Жалғыз ұл өз отбасын әрең асырап жүр. Өздерің білесіңдер, ерте жесір қалдым да, сол жалғыздың тілеуін тілеп отырып қалдым, деді Индира. Елімге келіп, кемпір сияқты жалғыздың тілеуін тілеп отырмын дегенің не сенікі? Балаң отбасын құрыпты. Құдайдың алдында да, адамның алдында да сенің жазығың жоқ. Біреуді таппайсың ба? Деді Индираның сөзіне толқын күйініп кетіп. Индира ары-бері аунап көрді де, ақыры болмағасын төсегіне отырып алып. Қыздар, өз балаң өзегіңнен тепсең де кетпейді дейді ғой. Асырап алғасын тастап кетіп қалама деп қорқасың,
деді де кемсеңдеп жылап қалды. Индираның жылағаны батты ма, әлде өздерінің қайғы мұңы жатқызбады ма? Екеуі де жатқан жерлерінен тұрып отырды да, Венера: Ганди, балаң білмей ме асыранды екенін? Индира жоқ дегендей басын шайқап: өзіме ештеңе айтқан емес, бірақ кейде байқаймын, білетін сияқты. Біз ауылда тұрамыз ғой, ауылда өсек деген жата ма? Біреу болмаса біреу де айтқан шығар. Күйеуім болса қорықпас едім. Марқұм үстінен түйе өтіп кетсе де былқ етпейтін адам еді ғой, өздерің білесіңдер, деді. Иә, жақсы демеді, бейшара саған сөйлеуге бата алмай, күнде пияз сұрап келе беруші еді ғой, деп үшеуінің ойына сары жігіт түсіп күліп алды. Сен жоқ болсаң, кәдімгідей әңгімесін айтып отыратын, сен кіріп келсең, кекештеніп, бір сөз айта алмаушы еді, деп бөлменің бастарына көтеріп күліп алды. Адамның басынан дәурен тез өтеді екен. 40 жасында жүректен кетіп қалды. Үйленгесін тез толып кетті. Сөйтсек, жүрегі ауырады екен ғой. Нан таппай жүрген кезде қайдағы дәрігер? Өзі де ештеңе айтпайды. Кейіннен бала болмағасын тексерілгенде білдік. Сол жүректің кесірінен де бала болмады. Баланы қайдан алдыңдар? Деді Венера. Менің қайнапкем шағын бір теміржол станциясында жұмыс істейді. Бір күні соған қолында жас сәби бар, өзі де жап-жас қыз келіп: апай, балама қарай тұрыңызшы, тамақ сатып алайын, деп қолына 2-3 апта болып қалған баланы ұстатып, бірдеңелерді сатып тұрған дүңгіршектерге қарай жүгіріп кетіпті. Ойында ештеңе жоқ апайымыз баланы ұстап қыздың артынан қарап тұрады. Қыз жейтін анау-мынау алып тұрғанын көрген. Одан кейін адам абыр-сабыр болып кетеді де, қыздан көз жасып қалады. Пойыздың уақыты болып жүре бастайды. Ол кісі шошып кетіп, баланы әр вагондағы жол серікке көрсетіп, жан ұшыра жүгіреді. Болмағасын радиорубкаға барып, пойызды тоқтатып хабарлайды. Баланың анасы жер жұтқандай жоқ болып кетеді. Пойыз қашанға тұрады, баланы тастап жүріп кетеді. Содан баланы апайымыз үйіне әкеледі. Өткізе салатын шағын станцияда жетім балалардың үйі де жоқ. Полиция азар безер болады. Баланы біз не істейміз деп. Үйге алып келген кезде ғана ойына інісінің баласы жүрген түседі де, түн ішінде басқа ауылда тұратын бізге алып келді. Құдайдың өзі қолыма әкеп берген баладан айырылам ба? Асырап алдым. Сол кезде көрдім бала асырап алудың машақатын. Тейттей баланы тастайтын адам жоқ болғасын, барлық жерге көтеріп ап барамын. Әр кабинетке кірген сайын баламды алып қалуға тырысады. Ойбайлап жүріп алып шығам. Қазір ойласам төбе шашын тік тұрады. Нұрлан сол кезде ақ ауырып жүрген. Дәрігерлер ештеңе істей алмаймыз, одан да үйге барып күтінсін деп ауруханадан шығарып жіберген. Балалы болғасын өмір сүргесі келіп, баламнан немере сүйемін деп өз-өзін күтіп, 40 жасқа дейін өмір сүрді ғой, деп ішінде бәленбай жыл сақтаған сырын айтып, босап алғандай отырған жерінен жастығын түзеп, деп бір шығарып жата кетті. Үшеуі үнсіз қалды. Өз ойларымен отыр. Толқын: әңгімеміз бүгін балалар туралы басталды ғой. Мен де ішімдегі шерімді сендерге айтып тарқатайын. Менің тұңғыш балам егіздің сыңары. Ол кезде жаспыз. Әлі онша қулық сұмдықты білмейтін кез ғой. Қазір болса басқаша болар ма еді. Егіз баланы аман есен босандым. Екеуін де өзі көзімен көрдім. Бір бала босанғанда жаның қалмайды. Ал егіз туғандар ғана түсінер. Екі баланың ортасында жарты сағат салып босану дегенді. Құдай басқа бермесін. Есің ауысып қалады. Түннің бір уағында босанған мені бір жаққа, егіздерді бір жаққа алып кетті. Ертеңгісін есімді жиғанда дәрігерлер ата-енем күйеуімді шақыртып, бір баланың шетінеп кеткенін айтып, нәрестенің денесін берді. Кеше ғана сапсау деген дәрігерлер патология деп шыға келді. Неге екенін білмеймін. Әйтеуір шетінеген менің балам емес екен деген күдік пайда болды менде сол кезде. Біреуге менің баламды ауыстырып беріп жіберді деген күдік жанды жегідей жеп, ақыры сот арқылы сәбиді қайта қаздырып алып, эксгумация жасаттым. Өздерің білесіңдер, шағын ауданда тұрамыз.
Адамдар бір-бірін жақсы таниды. Сол кезде қарға қарғаның көзін шықмайды дегенді білмеппін. Бас дәрігердің өзі жүгіріп жүрді деген сол кезде. Экспертиза менің балам деп анықтама берді де істі жапты. Неге мен басқа облыстан сарапшыларды шақырмадым деген ой қазір жанымды жегідей құрттай жейді. Қыздар, ананың жүрегі өз баласын таниды ғой. Көрдегі менің балам емес. Менің балам тірі екеніне әлі сенімдімін. Деп көзін сығымдап, бұның бетіне үн-түнсіз қарап отырған құрбыларына қарап, міне, менің жағдайым осындай, деді. Үшеуі тағы да бір уақытта күрсінді. Жұбатарға сөз таппады. Адам қатты стресс алған кезде ми соны өшіріп тастайды дейді. Яғни ағза өз-өзін қорғайды деген түсінік бар медицинада. Жас болдың, өлім деген нәрсені қабылдай алмадың. Дәрігерге сенің балаңды асырау не үшін керек? Деді Венера толқынға. Білмеймін. Мүмкін біреуге бала қатты керек болған шығар. Дәрігерде адам ғой, біреуді аяған шығар. Мүмкін ақша берген шығар. Білмеймін. Бірақ бір нәрсені білем, балам тірі. Одан кейінде бірнеше бала босандым ғой. Бірақ сол бала жүректе шемен болып қатып қалды. Содан кейін рас өтірігін өздерінің арына салдым. Біздің туысқан апайымыз Алматының бір сауда үйінде жүргенде тура менің балыма ұқсайтын баланы көріпті. Асан сол кезде ондарға келіп қалған. Содан менің балам екен деп, Асан деп артынан айқайлайды. Бірақ бала естімеген сияқты кете береді. Ары-бері сарпылысқан адамдар көп болғандықтан баладан көз жасып қалады. Содан сол апайымыз бізді қалада жүр деп ойлап маған хабарласады. Ол кезде бала шағамызбен үйде болғанбыз, яғни ауылда. Содан апай, Асан екен деп қалдым. Аумайды, деп енді тыныштала бастаған жүрегімді қайта ауыртты. Солай бетім жылтыр, ішім жанып жатыр қыздар. Ең жаманы қасыңдағы адамдарға ішкі сырыңды айталы берсең, сені жынды деп ойлайтыны. Сондықтан ешкімге айтпайтында болдым. Сендермен демалуға барам деген кезде біздің үйдің отағасы менен бұрын сол қатты қуанды. Сендерді сырттарынан жақсы біледі ғой. Курица мен мантыны тауып алдым дегенде санаторийден кейін үйге ертіп кел, деп жіберді. Отбасылық өмірімнің басы осылай шым-шыдырықпен басталған. Қазір Құдайға шүкір, 5 балам бар. Немере жиенде бар. Бірақ жүректегі жара ақыры жазылмады. Естімеген елде көп деген осау. Кинода ғана болады ма десек, мұндай оқиға. Деп Индира орнынан тұрып, дауысы қарлығып қалған Толқынға стаканға су құйып берді. Толқын судан бір-екі ұрттады да, қыздар, рахмет, деді. Не үшін? Деді екеуі бірдей. Айналамдағы адамдар мені жынды деп есептейді. Сол кезде өйткені қолымда сарапшылардың анықтамасы бар. Бірақ қоймайды. Соған қарағанда кішкене ауытқуы бар деді сыртымнан. Басында бәріне дәлелдегім келіп, ашуланып шыға келетінмін. Кейіннен жынды Толқын атанғансын, менің ішкі жан дүнием кімге керек? Менің балам бар ма, жоқ па? Ешкімнің оған басы қатпауы керек екенін түсінгесін, ешкімге ештеңе айтпайтын болдым. Содан елдер мені жынды демейтін болды, деді күліп. Қазір тіпті ұмытып кетті ғой оның бәрін. Ойбай, қыздар, қараңдар, таң атып келіпті. Қалған әңгімені ертең жалғастырамыз. Құрсын, жатайық. Дегесін, үшеуі жайланып ұйқыға жатты. Толқын 10 минуттай жатып, Венок, Ганди, таң атып қалды ғой. Осындай кезде екеуің саудаға шығып кетуші едіңдер ғой. Манты берем, курица жарене берем деп. Талай шырт ұйқыда жатқан кезде шошып ояндым ғой, сендердің дауыстарыңнан. Ең бастысы, біреуің бастасаң болды, 1 минут өтпей екіншін қосыласыңдар, деді сылқылдап. Үшеуі елдің бәрі ұйықтап жатқандарымен шаруасы жоқ. Санаторийді бастарына көтеріп әбден күлді. Әйел деген осындай болады екен ғой, қыздар. Жылап тұрып күле алады, күліп тұрып жылай алады, деді Индира құрбыларына қарап. Осымен әңгіменің соңы. Құрметті тыңдармандар, арнаға жазылып мені қолдап отырыңыздар. Және өз құрбыларыңызға осы әңгімені жіберіп қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.